Бізді қоршаған ортада бізге мәлім бірақ ақылға қонымды немесе ақылға қонымсыз жайттар бар. Мысалы, егер де судың үстінен жүгіріп өтуге болады десем, әрине сіз ақылға қонымсыз дейсіз. Иә, бұл дұрыс, өйткені судың үстінен жүгіріп өту ол мүмкін емес. Алайда бізде физикада неше түрлі сұйықтар бар. Сол сұйықтардың ішінде ньютондық емес сұйықтық бар. Егер сіз бассейнді осы бір сұйықтықпен толтыратын болсаңыз, онда сіз емін-еркін жүгіріп өте аласыз. Бұл сұйықтықтың тарихына көз жүгіртетін болсақ, ең алғаш сэр Исаак Ньютон өзінің сұйықтар классикасы еңбегінің атында тұтқырлық деген анықтама береді. Яғни, ол сұйықтықтардың тұтқырлығы. Ол неге тәуелді десеңіз, бұл тұтқырлық дегеніміз кез келген бір сұйықтық бар. Мысалы, су мен майды алайық. Осы су мен майдың тұтқырлығы бізде температураға тәуелді. Егер температура жоғарыласа, онда осы екі сұйықтықтың тұтқырлығы артатын болады. Ал егер де төмендейтін болса, сәйкесінше тұтқырлығы кемиді, яғни ағу жылдамдығы кемиді. Ал ньютондық емес сұйықтықтың тұтқырлығы бізде күшке тәуелді. Сіз неғұрлым қатты күш берген сайын, мысалы ұрсаңыз, онда ол қатты болады. Ал егер жай жылдамдықпен, жай күшпен әсер ететін болсаңыз, онда сіздің қолыңыз оқымай оның ішіне кіріп кетеді. Бұл сұйықтықтың тәжірибесін жасап көруге де болады. Ол туралы сәл айтсам. Жалпы, ньютондық емес сұйықтық деген атауды ең алғаш атақты Альберт Эйнштейннің шәкірті Юджин Бингем 1959 жылы осы бір Исаак Ньютонның сұйықтар классикасы еңбегін қарау арқылы ньютондық емес сұйықтықтардың тізімін жариялайды. Яғни, бұл сұйықтықтарға тұтқырлықта температура емес, бізде күш әсер етеді. Және осы экспериментті сіздермен бірге жасап көрейік. Бұл тәжірибені жасау үшін бізге картоп крахмалы керек болады және су керек болады қарапайым. Біз алдын ала бұл сұйықтықты дайындап алған болатынбыз. Бұл сұйықтықты дайындау үшін бірде бір қатынаста крахмал мен суды араластыратын болсаңыздар. Ал көрсетуді бастайық. Екеуін араластырған кезде сіздерде шамамен осындай қоймауызын сұйық шығу керек. Осы сұйықтықтың атауы бізде ньютондық емес сұйықтық болып табылады. Және байқасаңыздар, мінекей тас немесе құм секілді болып тұрып басында. Сәл уақыт өткеннен кейін бірден сұйық айналып кетеді. Пластилин немесе кәдімгі топырақ секілді. Бірақ жіберсеңіз, яғни күш салуды тоқтататын болсаңыз, қайтадан сұйық күйінде ағып кетеді. Жалпы бұл сұйықтықтың осылай ағуы да бір қызық. Басқа сұйықтықтарға қарағанда ерекше. Тұтқырлығы бұл жерде күшке байланысты. Ал егер мен оны былай ұрып қалатын болсам, ол тойтарыс береді. Бұл жерде крахмал кішкене аз болып қалды. Егер сіздер көбірек қосыңыздар, яғни қатты сұйық болып кетпеуін қадағалау керек. Кәдімгі суға қарағанда өте қызық. Тұтқырлығы өте ерекше. Ұзақ уақыт қолыңызда пластилин ойнап кейін жібере салсаңыз, қайтадан сұйықтық болады. Қызық тәжірибе достар. Жалпы бұл тәжірибені ең алғаш тарихта кім жасағаны белгісіз. Десе де кім жасаса да өте керемет тәжірибе екен. Бүгін сіз бен біздің көзіміз жетіп отыр. Физика ғылымында жалпы бұндай тәжірибелер өте көп болып табылады. Сол тәжірибелерді егер жасайтын болсаңыздар, оқушыларыңыздың немесе үйдегі кішкентай ұл қыздарыңыздың физикаға деген қызығушылықтарын арттыруға болады. Жалпы физиканы түсіндіре білу ол қатты қиын емес, өйткені физикада ғажап құбылыстар өте көп. Егер сіз оның сырын білмесеңіз, сізге бұл өмір сиқыр секілді көрінуі мүмкін. Ал егер зерттеп қарайтын болсаңыз, бұның барлығы да химияның белгілі бір физиканың немесе химияның араласқан заңдылықтары болып табылады. Және соңында физиканы қиындатпаңыздар, достар. Физиканы үйрену өте оңай. Тек жай ғана осындай бір иллюстрациялар мен тәжірибелер жасау арқылы физиканы өте қызықты қылыңыз.